Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бірге Диана. Бүгін сіздермен қазіргі таңда хит болып жатқан Орео пирогының рецептісімен бөлісемін. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазамыз. Ең алдымен құрғақ таза ыдысымызға ерітілген сары майымызды саламыз. Оның үстінен қантымызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте бір жұмыртқамызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте құрғақ массаларымызды саламыз. Ұн, какао және разрыхитель. Барлығын салып, қамыр илейтін боламыз. Бізде осындай масса пайда болу қажет. Жылтыр, жұмсақ, нәзік қамыр пайда болды. Келесі кезекте салмасына кірісеміз. Құрғақ таза ыдысымызға қаймағымызды салып, оның үстінен қантымызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Бұл пирогқа миксердің қажеті жоқ. Келесі кезекте жұмыртқамызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Барлық заттардың өлшемі төменде описанияда жазылып тұр. Сол өлшеммен жасасаңыздар, өте керемет болып шығады. Келесі кезекте кукурузник крахмалымызды салып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Өте көп араластыруға болмайды. Келесі кезекте Орео печеньелерімізді осылай бөліктерге бөліп, қатты араластырмай, кішкене араластыратын боламыз. Біздің салмамыз дайын. Келесі кезекте жаңағы қамырымызды бір формаға келтіріп, осылай жайып шығамыз. Қолымыздың көмегімен бізде осындай форма пайда болу қажет. Енді осы форманың үстінен жаңағы дайын болған массамызды құямыз. Осы кезде пешімізді қыздырып қоямыз. Келесі кезекте әсемдейміз. Осындай бүтін Орео печеньелермен әсемдеуге болады. Әсемдеу әркімнің өз еркінде. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай жасасаңыздар болады. Пешіміздің қызғанын күтіп, 170 градуста 35-40 минутта пісіп шығады. Міне біздің Орео пирогтарымыз пісіп шықты. Иісі өте керемет. Жасап көруге кеңес беремін. Менің балаларыма өте қатты ұнады. Өте дәмді пирогтардың бірі. Қазіргі таңда хит болып жатыр. Келесі кезекте кесіп көреміз. Осылай өте нәзік, жұмсақ болып кесіледі. Арасы осылай өте керемет болып шыққан. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Рецепт ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, сіздерден қолдау күтемін. Жасап көріңіздер, ас болсын, сау болыңыздар.